Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге немерем екеуміз жұмыртқаның сарысынан печенье пісіреміз. Әдетте жұмыртқаның сарысы қалып қояды. Соны қайда жіберерімізді білмей жатамыз. Өте оңай жасалатын печенье. Керек заттың бәрін ұнның ішіне салып араластырамыз түгелдей. Ол не керегін мен описанияда жазып қоямын. Ұнды разрыхлителмен бірге легіштен өткізіп аламыз. Қамырды илейміз де бірден жасай береміз. Осылай етіп бөліктерге бөліп алдым. Менде 30 граммнан 13 дана шықты. Таразы болмаса өздеріңіз бөле берулеріңізге болады қолмен. Осындай етіп көріп тұрғандардың етіп шығыр жасаймыз да, ұзындай етіп форма жасаймыз. Болмаса өздеріңізде жасайтын печенье жасайтын форма болса, ол болмаса тіпті домалақ етіп те жасай беруге болады. Әркімнің өзінің фантазиясы біледі. Немерелеріңізді, балдарыңыз болса, қастарыңызды алып жасасаңыздар, оларға да қызық болады. Сіздерге бірге жұмыс істеп, жақындатуларыңызға көмектеседі. Және әрке сіздерге жақын болады, осылай жасасаңыздар, оларға қызық. Мына осындай формамен жасадым, біреуін жасап көрсеттім. Осылай да жасауға болады. Егер де жұқа етіп жасасаңыздар, қытырлақ болып шығады. Ал қалыңдау етіп жасасаңыздар, жұмсақ болып шығады. Міне домалақ етіп жаса, осылай вилкамен уза салыпсаңыздар, ол да бір әдемі печенье болып шығады. Бәрін жасап алғаннан кейін қантқа бір бетін батырамыз. Ішінде қанты аздау. Осылай қантты бетіне сеуіп әрбереміз. Осылай етіп бәрін матырып шығамыз. Духовкамызды 180 градусқа қойып қоямыз. Және 15-20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасына байланысты. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған немересі мен апасы.